және наным сенім бостандығы дегеніміз бұл адам қай дінге сенеді, қандай дінді ұстанады немесе ұстанбайды, әркімнің өзінің еркі. Яғни бұл дегеніміз әр адамның ар-ождан бостандығына құқығы бар деген сөз. Қазақстан Республикасының Конституциясының 22-ші бабына сәйкес әркімнің ар-ождан бостандығына құқығы бар. Яғни бұл дегеніміз сіз қандай дінді ұстанасыз, қандай дінге сенесіз және қандай діни жоралғыларды орындайсыз, ол сіздің өзіңіздің еркіңізде. Діннің аясында болып жатқан кез келген тұстарды заң шектеп отырады. Яғни заң неге рұқсат береді деген сұраққа жауап беретін болсақ, заң жалпы сіз қандай діни жоралғыларды орындайсыз, яғни ол мешітке бару болсын, намаз оқу болсын, құлшылық жасау болсын, немесе қажылық жасау болсын, бұлардың барлығына рұқсат береді. Сонымен қатар балаларға діни білімдерді үйрету мекемелерін ашуға рұқсат етеді. Сонымен қатар сіз қандай дінді ұстанасыз, ұстанбайсыз, ол сіздің өзіңіздің еркінде. Енді заң нені шектейді? Радикалды, зорлық-зомбылыққа шақыратын деструктивті діни ағымдарды құруға, адам өміріне зиян келтіретін, сонымен қатар адам құқығын таптайтын діни іс-әрекеттерді жасауға, балаларды ата-анасының рұқсатынсыз діни бірлестіктерге, діни ұйымдарға, сонымен қатар діни тәжірибелерге тартуға заң тұрғысынан шектеу қойып отырады. Исламда, Құранда Бақара сүресінің 256 аятында дінде зорлық жоқ дейді. Яғни бұл дегеніміз адамның сеніміне, адамның жүрегіне сенімді күштеп салуға рұқсат етпейтінін білдіреді. Яғни діни наным сенім дегеніміз адамның өзінің ішкі қалауы.